Баршаңызға сәлем. Бүгінге осындай кешкі ас дайындаймыз. Ең алдымен бізге осындай фарш керек болады. Бір жұмыртқа, тұзбен бұрыш қажет болады. Осыларды салып, араластырамыз, жақсылап тұрып. Видеодағыдай осылай араластырып, ұрып аламыз, көтеріп. Ол бізге формамызды сақтауға өте көп әсерін береді. Осылай видеодағыдай қолымызға кішкентай мөлшерін фаршын алып, домалатып, осындай форма жасап аламыз. Гарнирге қалауынша осындай картошка пюре жасауыңызға болады, немесе күріш басуыңызға болады. Картошканы тазартып осылай турап аламын, себебі тез піседі. Аз қасық тұз саламыз. Тұздыққа осылай жуамызды жуып тураймыз. Содан соң сәбімізді жуып тураймыз осындай формада. Мен осындай тәтті бұрыштан екі түрінен қостым, жасыл және қызыл. Осылай жуып турап аламыз, төрт бұрышты қылып. Қызып тұрған майға фаршымызды саламыз, қақпағын жаппаймыз. Сәл піскен соң екінші бетіне аударамыз. Гарнирге дайындаған картошканы осылай езіп аламыз. Көз мөлшерімен сүт қосамыз, мықты шылқып кетпеу керек, және де ас қасық майымызды қосып осылай езіп араластырып аламыз, жақсылап тұрып. Гарниріміз дайын болды. Енді етімізді шығарып, бірінші сарымсағымызды, жуғамызды қосып, туралған тәтті бұрышымызды салып, үстіне қызанағымызды саламыз. Пісірген етімізді кейін қарай саламыз. Жаз мезгілінде қызанақты осылай жуып турап қатырып қоямын, морозильникте осындай кезде пайдаланамын. Енді суымызды құямыз, араластырамыз. Осындай кесеге ұнымызды саламыз, сәл суымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Оны да тұздыққа қосып, араластырамыз. Магидің для говядины деген приправамызды сәл қосамыз. Ас қасықтың жартысы тұзын саламыз, араластырып, сәл суын құямыз тағыдан. Баяу отты сәл пісіреміз. Тамағымыз дайын болды. Өте тез, әрі жеңіл, өте дәмді. Баршаңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп, подписка жасап, қолдауларыңызды күтемін. Рахмет.